Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздерменен бір жасағаннан шығатын мінсіз сметанник дайындайтын боламыз. Видеоны менімен бірге соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Рецепт үшін алдын ала тестасын дайындап аламыз, яғни қамырын. Ол үшін ұнымызға салқындатылған майымызды алып, үккіштен өткізіп, ұнымызға екеуін араластырып, крошки жасайтын боламыз. Майымыз міндетті түрде салқындатылған болуы қажет, үккіштен өткізген кезде еріп кетпеу үшін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қолымызбен жақсылап араластырып, крошки жасап аламыз. Осы дайындап алған крошкеміздің үстінен бір дана жұмыртқамызды, бір шай қасық разрыхитель, 2 ас қасық шекерімізді қосып, барлығын бірге бір келкі болғанша жақсылап қамыр елетін боламыз. Біздің қамырымыз жұп-жұмсақ және кішкене қолға жабысатындай болуы қажет. Артық ұн мүлдем қолданбаңыз, себебі піскеннен кейін қатты болып қалады. Ал бізге үгілмелі, жұмсақ қамыр қажет. Дайын болған қамырымызды холодильникке 1-2 сағатқа демалдырамыз. Дайын болған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Бірі үлкен болуы керек. Үлкен бөлігін алып, табамыздың астыңғы жағына жайғастырып шығамыз. Видеода көріп тұрғандай етіп, қолдарыңызбен жаймендеп жайғастырып шығамыз. Екінші бөлігін алып қаламыз. Біз онымен табамыздың жан жағына бортиктар жасайтын боламыз. Менің табамның диаметрі, кольцомның диаметрі 19 болды. Егер сіздерде де дәл осындай кольцо болатын болса, осылай астын фольгамен орап жасауға болады. Егер болмаған жағдайда күнделікті қолданып жүрген кез келген табаларыңызды қолдана аласыздар. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды толығымен жайғастырып шықтық табамызға. Енді сметанникті жасайтын боламыз. Бөлме температурасындағы 3 дана жұмыртқамызға қантымызды қосып, екеуін бірге қантымыз ергенше шайқап аламыз. Дайын болған жұмыртқалы массамыздың үстінен 20% қаймағымызды салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Мендегі қолданған дүкендегі қаймақ, сіздерде дәл солай қолдана аласыздар, немесе үйдің қаймағын алып қолдануға да болады. Дайын болған сметаннигімізді тесталы формамыздың ішіне құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп шыққан сметаннигімізді духовкадан шығара салысымен формадан шешпейміз. Алдыменен холодильникке 30 минутқа немесе 1 сағатқа салып, 1 сағаттан кейін ғана алып формасынан ажырататын боламыз. Міне достар, біздің сметаннигіміз дайын. Тестасы өте жұмсақ, өте дәмді. Сізде бір жасағаннан шығатын 100% тексерілген рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер сізге рецепт ұнаған болса, менің видеоролигім ұнаған болса, міндетті түрде комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.